рекордты уақытта. Өзіңіз білетіндей тегін емес, сол баяғы процентке. Бірақ Кениядағы қарыз 5 миллиард доллар. Бұл тақырып әлі де талқылануда. Менің ойымша, кениялықтар қазақша жауап береді секілді. Биыл ештеңе жоқ. Дым жоқ. Ақша жоқ па? Ақша жоқ. Қытайлықтардың ойы түсінікті секілді. Америка құрама штаттарының бұрынғы президенті Джон Адамс айтқан: елді жолы болудың екі жолы бар. Біріншісі қылышпен, екіншісі қарызбен. Қытайлықтар тікелей қарыздана секілді. Қалайша Қытай алға қадам басып келеді. Егер есіңізде болса, 20-шы ғасырда Жапонияға қызықты экономика, онда экономикалық нағыз жарыс болып жатты. Технологиясымен, құрылысымен, одан кейін бәрі тоқтап қалды. Қазіргі уақытты келешек етсек, 40-50 болса тіпті жақсы.